Сәлем достар, біз бүгін күріш көжесі істейтін боламыз. Ол үшін бір пиязды және мына кішкентай пиязды турап алдым осылай, чтобы фаршқа қосу үшін осы жақтағы ыдысыма мән бермеңіздер. Төрт картошканы осылай турап алатын боламыз. Содан кейін жақсылап тұрып, біз қазанға қуыратын боламыз майға. Бірінші пиязды, сосын картошканы, сосын барып осылай міне фрикаделькеде салып, үстіне дәмдеуіштерін салып, тұзын салып, сөйтіп қуыратын боламыз жақсылап тұрып. Ол қуырылуы керек, өлтіріліп тұрып. Сонда сіздерде жақсы болып шығатын болады, достар. Сонымен бірге, егер сіздерде сосын үстіне су құя салатын боламыз. Мен еще салат қоса салдым. Томат есебінде сөйттім де осылай су құйып, жақсылап қайнаттым. Содан соң үстіне мен күріште қосып жіберген боладымын. Күрішті тазалап жуып қосыңыздар. Сосын менде жалпы бар, өзімде бар дәмдеуіштерді мен қолдануға тырысамын. Мысалы, петрушка, укроп деген секілді дәмдеуіштерді мен қолданып отырамын. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен бірге, мына дәмдеуіштер петрушка, укроп, роллтон, тұз қосқаным бар енді. Дәмін көріп отырып қосасыздар. Сонда мынандай болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын, ендігіде көбірек рецепттер салып отыруға тырысатын боламын. Және де бұлай жоғалып кетпеуге тырысатын боламын. Көріп тамашалағандарыңызға рахмет. Жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Өте тойымды, дәмді тағам, достар. Астарыңыз дәмді болсын.